Қайырлы күн, құрметті вебинарға қатысушылар. Менің атым Ғалия Налибаева. Мен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің құқықтық аппараты қызметінің оператор кеңесшісі. Сіздердің назарларыңызға жануарларға жауапты қарау саласындағы өзекті мәселелер бойынша тақырыбында вебинар түрінде халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша онлайн курс ұсынамыз. Егер вебинар кезінде сізге осы тақырып бойынша сұрақтар туындаса, түсініктемелерде, яғни комментарийға жазсаңыздар болады, біз сіздерге жауап беруге тырысамыз. Қазақстан Республикасының жануарларға жауапты қарау жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңы 2021 жылғы 30 желтоқсанда номер 97 сызықша римдік цифр 7 номермен қабылданды. Осы заң 2022 жылдың 2 наурызында күшіне енді. Осы заң жануарларға қорғау, оларға қарау кезінде қауіпсіздік қамтамасыз ету, адамгершілікті нығайту және қоғамның ізгілік қағидаттарын сақтау, сондай-ақ жануарларға қарау кезінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді. Жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу қағидатының төрт қағидаты бар. Ол жануарларға біздің екінші слайдымызда көрсетілген жануарға ауырсыну мен физикалық қиналуды сезіне алатын тіршілік иесі ретінде қарау, жануардың тіршілігі, саулығы мен амандығы үшін иесінің дербес жауапты болуы, жануарларды қатыгездікпен қараудан қорғау, және міне соңғы төртінші қағидаты ол халықты жануарларға адамгершілікпен және ізгілікпен қарауға тәрбиелеу, жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу қағидаттары болып табылады. Біздің келесі слайдымыз, ол және төртінші слайдта біздің жануарларға қатыгездікпен қарауға тыйым салынады. Ол жануарға қарау кезінде тыйым салынған жануардың өлуіне, мертігуіне немесе саулығына өзге де зиян келтіруге алып келген, немесе алып келуі мүмкін жануарды ұрып-соғуға, азаптауға, оның ішіне аштықпен, шөлмен азаптауға және жануарды бөлшектеу, өртеу, суға батыру, тұншықтыру, өлімші етіп ұру арқылы өзге де зорлық-зомбылық әрекеттеріне тыйым салынады. Ауырсынуды басатын препараттар мен анестезиктерді қолдану, жануардың саулығына зиян келтіру мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, жануарларға ауырсынуды басуды немесе анестезияны қолдану көрсетілген ветеринариялық және өзге де ем шараларды, тиісті заттарды міндетті түрде қолданбай жүргізуге, және де бұзушылық пиғылмен немесе қызметтік міндеттерді атқару немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аң аулауға байланысты емес мақсаттарда жануарларды адамға немесе басқа жануарларға айтақтауға, жануарлар және олардың ұрпағын жануарларға арналған панажайларға орналастырылғанға немесе өзге де заңды тәсілмен иелікпен шығарылғанға дейін жануарлар иелерінің немесе жауапты адамдардың олардың ұстау жөніндегі міндеттері орындаудан бас тартуына. Егер жануар иесінде және немесе жауапты адамда тіршілігі мен саулығы үшін қауіпті жағдай, жан күйдегі жануарға көмек көрсету мүмкіндігі болса, немесе өздері оны тіршілігі мен саулығы үшін қауіпті жай күйге түсірсе, жануарға бұл адамдардың көмек көрсетуіне, жануарлар төбелесін ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады. Және де дене шынықтыру және спорт туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жануарлар пайдаланылатын ұлттық спорт түрлері бойынша спорттық іс-шараларды қоспағанда, жануарлардың мертігуіне немесе саулығына өзге де зиян келтірілуіне және немесе жануарлардың өліміне алып келетін ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге, сондай-ақ жануардың мертігуіне немесе саулығына өзге де зиян келтірілуіне және немесе жануардың өліміне алып келетін мүкәммалды және өзге де құрал-жабдықтарды пайдалануға тыйым салынады. Иттер мен мысықтарды тамаққа пайдалану, сою немесе мертіктіру немесе саулығына өзге де зиян келтіру арқылы осындай жануарлардан өнім мен шикізат алу үшін олардың өсіруге, ұстауға, пайдалануға, сондай мысықтар мен иттердің жүнін
тарау тәсілімен алуды қоспағанда осындай өнімді өткізуге тыйым салынады. Ветеринариялық дәрігер болып табылмайтын адамның эвтаназиялауды жүргізу тыйым салынады. Жүргізілуіне үй жануарын және жабайы жануарды ғылыми мақсаттарда будандастыруды қоспағанда оларды шағылыстыруға тыйым салынады. Бұл қазіргі осы заңның және 4-ші бабының 1-ші тармағында көрсетілген. Қарап шықсаңыздар болады. Және де біздің ары қарай жалғастыратынымыз 4-ші біздің 4-ші слайдымызда көрсетілгендей ол 5-ші слайдымызда көрсетілгендей жануарларға қатыгездік емес болып саналатын табылмайды. Ол жануарға адам және жануарға шабуыл жасаған жағдайда және жануар адамның жануарының өміріне немесе саулығына, сондай-ақ қоғамдық тәртіппен қауіпсіздікке қатер төндіретін өзге де жағдайларда жануарға қарау, дератизациялау, жануарларды еріксіз немесе жартылай ерікті жағдайларда ұсталатын басқа жануарларды қоректендіру үшін пайдалану, және де осы заңның Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын аң аулау, балық аулау немесе балық шаруашылығын жүргізу, жабайы жануарлардың санын реттеу, ауыл шаруашылығы жануарларын сою, ветеринариялық іс-шаралар, эвтаназиялау. Қазақстан Республикасының тіркелген діни бірлестіктердің дін ұстанушылары діни жораларды өткізу кезінде, егер бұл олардың діни ілімінде көзделсе, жануарды сою жануарға қатыгездікпен қарау болып табылмайды. Жануар қатыгездік емес болып, ол осы біздің жаңа айтып отырған заңдың 4-ші бабының 4-ші тармағында көрсетілген. Қарап шықсаңыздар болады. Және де бізде міне 6-шы, 7-ші, 8-ші слайдта көрсетілгендей тұрғын үйлерде ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесі. Бұл жануардың тізбесін сіздер Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрғынжайларда ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесін және жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарлардың тізбесін бекіту 2022 жылғы 24 наурыздағы номер 85 бұйрығының 1-ші қосымшасында көрсетілген. Және де ол осы тұрғын үйлерде ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесі міне осы сарышаянға жататын міне барлық жуан құйрықтар, барлық ағаш сарышаяндар, бразилдік сарышаяндар, индиялық қызыл сарышаяндар, өрмекші тәрізділер, және де бауырымен жорғалаушылар, жыландар, кесірткелер, қолтырауындар, сүтқоректілер, жыртқыш аңдар, осылар және осы міне тізімде көрсетілгендей осы қосымшада белгіленген тұрғын үйлерде ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесі. Біздің келесі слайдымызда міне тұрғын үйде ұстауға жануардың иесінің ерекше жауапкершілігі. Жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарлардың тізбесі және де осымен жаңағы айтылып кеткен бұйрықтың 2-ші қосымшасында белгіленген тізімдер. Осы міне иттердің түрлері: ақбаш, американдық акита, американдық бульдог. Осылар үй жануарлардың тізбесі, үйде ұстауға болатын және яғни жануарлардың түрлері, тізімдері. Және де бізде келесі слайдымыз және 12-ші ары қарай слайдымызда ол осы үй жануарларын есепке алу. Яғни 2023 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап жануарлардың иелері үй жануарларын тіркеуге мәжбүр болады. Есепке алынуға тиіс үй жануарлар тізбесі енгізілген жеке және заңды тұлғаларға меншік құқығымен және өзге де затты құқықтарымен тиесілі, оның ішінде жануарларға арналған панажайлардағы, жануарларды уақытша ұстау пункттеріндегі, жануарларға арналған оңалту орталықтарындағы, зоологиялық питомниктердегі үй жануарларды
міндетті есепке алынуға жануар иесі ауысқан жағдайда үй жануарларын есепке алу қағидаларында көзделген дерекқорда міндетті қайта есепке алынуға жатады. Яғни міне үй жануарларын есепке алуды облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың, Астананың жергілікті атқарушы органдарын құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар ветеринария саласындағы емдеу профилактикалық кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалар жүзеге асырады. Үй жануарларын есепке алу бұйымдарын, құралдарын пайдалана отырып ақылы негізінде жүргізіледі. Және де осы жаңағы үй жануар есепке алу иелері халықтың әлеуметтік осал талаптарына жататын үй жануарларын есепке алу, ол бюджет жаңағы есепке алу қағидалары сәйкес бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. Әлеуметтік осал талаптарына жататын үй жануарларына. Үй жануарларын есепке алу кезінде оған үй жануарларын есепке алу қағидаларында айқындалған тәртіппен үй жануарларының жеке нөмірі беріледі. Ары қарай 12-ші слайдымызда бұл 12-ші слайдымызда ары қарай келесі 13-ші слайдымыз бұл мына жануарларды мәдени ойын-сауық мақсаттарында пайдаланған жағдайда оларға қарау кезіндегі талаптар. Ол жануарларды мәдениет, демалыс және ойын-сауық саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде оның ішіне зоопарктерде, цирктерде, спорттық жарыстарда жарнама жасау процесінде кинематография туындыларын жасау кезінде фото және бейне өнімдерін жасау үшін телевидение ағарту қызметінде демонстрация мақсаттарында пайдалану жануарларды мәдени ойын-сауық мақсаттарында пайдалану болып табылады. Жануарларды мәдени ойын-сауық мақсаттарында пайдалану және ұстау адамның және немесе жануардың өмірі мен саулығына зиян келтіруді болғызбау үшін қажетті қауіпсіздік шараларын сақтау ескеріле отырып жүзеге асырылады. Жануарды мәдени ойын-сауық және демонстрациялау мақсатында пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында оның саулығының жағдайын нашарлататын дәрілік және өзге де препараттарды қолдануға тыйым салынады. Жануарларды мәдени ойын-сауық мақсаттарында пайдалануды көздейтін қызметті жүзеге асыруға оларды ұстау орындарында сол үшін әдейі арналған ғимараттарда, құрылыстарда және үй-жайларда, оқшауланған аумақтарда жол беріледі. Жануарларды мәдени ойын-сауық мақсаттарында пайдалануды көздейтін қызметті көрермендерге немесе келушілерге жануарларға физикалық контакт беру арқылы оның ішінде коммерциялық пайдалану және фото мен бейне түсірілімдер жасау үшін адамдардың белгіленбеген тобының оларға қол жеткізу үшін жүзеге асыруға жол берілмейді. Біздің ары қарай 14-ші және 15-ші слайдымызда ол осы үй жануарларына қарау және оларды ұстау кезіндегі талаптар. Ол мына ветеринариялық қағидалардың ветеринариялық және гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес талаптарын сақтау керек. Және де мына үй жануарларын есепке алу қағидаларына сәйкес үй жануарларын есепке алуды жүргізуге. Ол және бұл есепке алу 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізіледі. Бастапқы басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзбай, үй жануарларын жауапкершілікпен қарауға жүзеге асыруға, адамның және жануардың өмірі мен саулығына, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне үй жануарының зиян келтіруіне болғызбау үшін қажетті қауіпсіздік шараларын қабылдауға. Үй жануарларын Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңнамасына сәйкес ветеринариялық көмектің уақытылы көрсетілуі және профилактикалық ветеринариялық іс-шаралардың, оның ішіне вакциналардың уақыты жүргізілу қамтамасыз етілу керек. Стерилизация арқылы үй жануарларының қалаусыз ұрпағын болғызбау үшін шаралар қабылдау. Және де үй жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарға мемлекеттік ветеринариялық санитарлық бақылау және қадағалау органдарына үй жануарларының аса қауіпті және жұқпалы ауруларына ұшырау күдігі туралы, сондай-ақ үй жануарларының аса қауіпті және жұқпалы аурулардың салдарынан өлгені туралы дереу хабарлау және осы талаптарға жатады. Міне мына үй жануарларын қарау және оларды ұстау кезіндегі талаптар. Денсаулық сақтау ұйымына және жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдардың құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарға мемлекеттік ветеринариялық санитарлық бақылауға және қадағалау органдарына жануардың жеке тұлғаларға немесе жануарларға дене жарақаттарын салған жағдайлары туралы дереу хабарлауға және аса қауіпті жұқпалы аурулардың ықтимал болуын анықтау мақсатында қарап тексеру және қажетті клиникалық немесе зертханалық диагностикалық зерттеулер немесе ветеринариялық байқаулар жүргізу үшін өзінің жануарын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымға ветеринария саласында емдеу профилактикалық кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға жеткізу. Міне соңғы талаптың бірі, міне үй жануарлардың тұрғын және тұрғын емес үй жайлардың, оның ішінде кондоминиум объектілерін, қоғамдық орындарды ластауына, сондай-ақ үй жануарларын қоршаған ортаға зиян келтіруіне жол бермеу керек. Біздің ары қарай біздің слайдымыз осы үй жануарларын серуендеуге қойылатын талаптар. Яғни үй жануарларын серуендету жеке тұлғалардың және жануарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жеке немесе заңды тұлғалардың мүлкін зиян келтіруден қорғау шартымен жүзеге асырылуға тиіс. Жануарлардың иесі немесе жауапты адам қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында үй жануарларын ұстау және серуендетуге қағидаларын сақтауға міндетті. Иттердің өз бетінше серуендеуге тыйым салынады. Үй жануарларын мінез құлқын бақылай алмайтын, оның ішінде алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық, яғни токсикоманиялық масаң күйдегі адамдардың оларды серуендетуге тыйым салынады. Жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануардың иесін немесе жауапты адамға меншік құқығымен өзге де заңды негізде тиесілі қоршалған аумақта болатын жағдайларда қоспағанда серуендетуге орнына қарамастан жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарының тұмылдырықсыз, яғни ол яғни намордниксіз серуендетуге тыйым салынады. Осы аумаққа кіре берісте жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарының бар екендігі туралы ескерту жазбасы жасалуға тиіс. Және де соңғы қойылатын талаптардың бірі, ол 16 жасқа толмаған адамдарға жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарларын серуендетуге тыйым салынады. Біздің ары қарай 18-ші слайдымызда, ол яғни 18-ші слайдта бізде көрсетілген осы қаңғыбас жануарлардың санын реттеу. Қаңғыбас жануарлардың санын реттеу мемлекет жануарларды аулаумен, уақытша ұстаумен және жансыздандырумен айналысатын дара кәсіпкерлер және мемлекеттік емес заңды тұлғалар жануарларды стерилизациялау, жайластыру, халыққа білім беру іс-шараларына және түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы
қаңғыбас жануарлардың санын азайту үшін қабылдайтын шаралар кешенін білдіреді. Қаңғыбас жануарлардың санын оларды өзге де химиялық препараттарды пайдалануды қоса алғанда кез келген тәсілдермен жансыздандыру арқылы реттеуге тыйым салынады. Ары қарай жалғастырамыз. Міне қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларға қарау жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде шаралар осы: аулау қызметтерін қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды аулауын, қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды осы заңда көзделген жануарларды ұстауға қойылатын жалпы талаптарға сәйкес жануарларды уақытша ұстау пункттерінде не жануарларға арналған пана жайларда ұстау, қараусыз қалған жануарлардың иелерінің іздестіруде, сондай-ақ қаңғыбас жануарларға иелерді іріктеп таңдауды қамтиды. Міне біздің және ары қарай 19-шы және де міне осы қараусыз қалған және қаңғыбас жануарға қарау жөніндегі қызметі бойынша сіздер осы жаңағы айтып кеткен заңның 23-ші бабының 2-ші тармағында көре аласыздар, қарап шықсаңыздар болады. Ары қарай біздің 19 және 20-шы слайдымызда ол осы Нұр-Сұлтан қаласындағы қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау тәртібі. Бұл Астана қаласында қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидалары туралы Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы номер 448/62-В римдік цифр бойынша 5 шешімінде көрсетілген. Қаңғыбас жануарларды аулауды, тасымалдауды, уақытша ұстауды және жоюды мамандандырылған ұйым жүзеге асырады. Аулау уәкілетті орган бекіткен қаңғыбас жануарларды аулау жоспарына сәйкес, сондай-ақ азаматтардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жұмысына медициналық тексеруден өткен, құтыруға қарсы алдын ала алу екпелерін және вакцинацияны алған, психоневрологиялық және наркологиялық диспансерлерде есепте тұрмайтын адамдарға рұқсат етіледі. Қоғамдық орындарда, көшелерде, аула аумақтарында, саябақтарда, тынымбақтарда және басқа да орындарда ілесіп жүретін адамның қарауынсыз жүрген, байлауда қалдырылған жануарлардан басқа қаңғыбас және қараусыз жануарлар ауланады. Осы қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау тәртібіндегі рұқсат етілген аулау құралдары ол міне тиісті сертификаты бар, әрекетке қабілетсіз ететін дозаланған препараттарды қолданатын пневматикалық қару, торлар және тор қақпандар және де сондай-ақ жануарларды аулау кезінде оларды өлтірмейтін басқа да құралдар және құрылғылар жатады. Ары қарай біздің 21-ші слайдымызда 20-шы слайдымызда ауланған қаңғыбас жануарлар және жануардың иесіне бергенше не үшінші тұлғаға беру сәтіне дейінгі уақытша ұсталатын оқшаулағышта, яғни мына изоляторға жеткізіліп, онда 2 ай ұсталады. Жануарларды иесіне қайтарған жағдайда жануарларды ұстаған адамның және оларды күтіп баққан және пайдалануда болған адамның жануарларды ұстауға кеткен өз шығыстарын пайдаланудан алынған пайданы шегере отырып өтету құқығы бар. Мамандандырылған ұйым әрбір ауланған қаңғыбас жануар туралы ақпаратты өзінің интернет ресурсында қаңғыбас жануарлар ауланған күні орналастырылады және мамандандырылған ұйымның байланыс деректері, ауланған жануар туралы ақпараттар, сондай-ақ ауланған жануардың фотосуреті болады. Және де міне біздің ары қарай жалғастырамыз. 21-ші слайдымызда көрсетілгенде Нұр-Сұлтан қаласындағы уақытша оқшаулағышта және изоляторда ұстау қаңғыбас иттер мен мысықтар ұстау тәртібі белгіленген. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды тіркеу, ұстау, тамақтандыру, тексеру, жою шараларын, сондай-ақ уақытша оқшаулағышта қажетті керек
жарықпен қамтамасыз етуді мамандандырылған ұйым жүзеге асырады. Уақытша ұстау оқшаулауын міне әр торға бір ит немесе бір мысық орналастыруы мүмкін. Уақытша ұстау изоляторы металл торлармен және иттерге арналған үйшікпен жабдықталуы тиіс. Және де міне жануарларды орналастыру иесін іздеу, сондай-ақ жайғастыру мақсатында фотоға түсіру үшін жануарларды уақытша ұстау оқшаулауына изоляторға волонтерлік куәлігі бар болған жағдайда волонтердің кіруі қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ дені сау қаңғыбас жануарларды тиісті клиникалық жағдайда зарарсыздандыруға және піштіруге жатады, яғни ол кастрацияға жатады. Ары қарай міне келесі слайдымыз, ол 22-ші слайд. 22-ші слайдта бізде көрсетілгенде міне 2025 жылдан бастап, 1 қаңтардан бастап жануарларды жылжымалы хайуанаттар бақтарында ауыл шаруашылығы жануарының және үй жануарларының көрмелерін қоспағанда жылжымалы жануарлар көрмелерінде, сондай-ақ дельфинарийлерде, жылжымалы және стационарлық океанариумда және контактілі зоопарктерде жануардың жылжымалы көрмелерінің қызметіне пайдалануға тыйым салынады. Бұл 2025 жылы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Осы заң қолданысқа енгізілге дейін құрылған жылжымалы хайуанаттар бақтары, контактілі зоопарктер, жылжымалы океанариумдер, ауыл шаруашылығы жануарларын және үй жануарларын көрмелерін қоспағанда жылжымалы жануарлар көрмелері осы Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіппен 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін таратылуға немесе қайта ұйымдастырылуға жатады. Келесі слайдымыз, ол міне 2025 жылда 23-ші слайд, яғни 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап дельфинариялардың қызметіне тыйым салынады. Осы заң қолданысқа енгізілге дейін құрылған дельфинариялар Қазақстан заңнамасына белгіленген тәртіппен 2029 жылы 1 қаңтарға дейін таратылуға немесе ұйымдастырылуға жатады. 2029 жылдың 1 қаңтарынан бастап жануарларды ұстау, тасымалдау, олардың тіршілігі мен саулығына зиян келтірмей, биологиялық түрлік және жеке ерекшеліктеріне сәйкес неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермесе, жануарларды жылжымалы хайуанаттар бақтарында ауыл шаруашылығы жануарларының және үй жануарларының көрмелерін қоспағанда жылжымалы жануарлар көрмелерінде, сондай-ақ дельфинарийлерде, жылжымалы және стационарлық океанариумде және контактілі зоопарктерде пайдалануға тыйым салынады. Ары қарай 24-ші слайдымызда, бұлда осы 24-ші слайдымызда біздің осы Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнаманы бұзу жайлы жазылған. Және де осы Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнамасына белгіленген жануарларды аулауға, уақытша ұстауға және жансыздандыруға осы кодекстің, яғни әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодекстің 406 бабының 1 бөлігінің 2 тармақшасының 3 абзацында көзделген жағдайларды қоспағанда жануарларды зоологиялық питомниктерде, жануарларға арналған панажайларда, зоологиялық жатынжайларда, жануарларды уақытша ұстау пункттерінде, жануарларға арналған оңалту орталықтарында, жылжымалы хайуанаттар бақтарында, контактілі зоопарктерде ұстауға. Яғни міне осы кодекстің 406 бабының 1 бөлігінде көрсетілгендей жеке тұлғаларға қойылатын талаптар, осы жаңағы жануарларды тасымалдауға қойылатын талаптарды бұзған жағдайда жеке тұлғаларға ол 10 айлық есептік көрсеткіш, лауазымды адамдарға 20 және де заңды тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін, яғни осы бір жыл ішінде қайталанған жағдайда жеке тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткіш, лауазымды адамдарға 30 айлық есептік көрсеткіш және де осы заңды тұлғаларға 40 айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 407-2 бабында көрсетілген. Ары қарай 25 және 26 слайдында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнаманы бұзу, осы жануарларға қатыгездікпен қараған кезде және осы егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілер болмаса, жеке тұлғаларға ол 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5 МРП, лауазымды адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Осы баптың баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталанып жасалған іс-әрекет жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіште, лауазымды адамдарға 40 айлық есептік көрсеткіште көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы 2014 жылғы 5 шілдедегі номер 235 Римдік 5 кодексінің 407-1 бабында көрсетілген. Және де осы жануарға оның мертігуіне алып келген қатыгездікпен қараған кезде қарау кезінде 120 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына немесе 120 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 30 тәулікке дейінгі мерзімде қамаққа алынуға жазаланады. Яғни осы жануарға оның өліміне алып келген қатыгездікпен қараған кезде белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығын 1 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, онсыз 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға және де сол мөлшерде түзеу жұмыстарына немесе 200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. Және де осы жаңағы әкімшілік құқықтық заңнамасын бұзған жағдайда, міне осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген 2 және одан да көп жануарға қатысты жасалған іс-әрекеттер, адамдар тобы алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған кезде, және де міне бірінші рет жас балалардың көзінше жасалған кезде, жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдары немесе телекоммуникация желілерін пайдалана отырып жасалған іс-әрекеттер белгілі бір лауазымдарға белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 2 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, және де онсыз 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл салуға, немесе және де сол мөлшерде түзету жұмыстарында және тағы 400 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарына тартуға, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге және де сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Бұл шектеулер және осы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 316 бабында көрсетілген. Біздің осымен теориялық бөліміміз аяқталды. Қазір менің әріптесім тікелей эфирге түскен сұрақтарды оқиды. Біз оларға жауап беруге тырысамыз. Барлық
құқықтық мәселелер бойынша сіздер осы құқықтық ақпараттық қызметке 119 номер арқылы немесе ұялы телефондардан операторлар басқа Қазақстан түкпір-түкпірінен стационарлық телефондар тегін қоңырау шалу, ол 580058 арқылы, және де 87172580058 байланыс операторының тарифі бойынша мобильді құрылғылардан қоңырау шалуға болады. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар түскен. Міне бізге сұрақ түскен екен. Үй жануарларына жататын тізімді қай жағынан көруге болады? Яғни жаңа мен айтып кеткендей, үй жануарлардың тізімін ол міне тұрғын жайларда ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесін және жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарлардың тізбесін бекіту туралы осы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2022 жылы 24 наурыздағы номер 85 бұйрығында көрсетілген бірінші және екінші қосымшаларында. Және екінші сұрақ түскен екен, қай күннен бастап үй жануарларын тіркеуге қою керек? Яғни үй жануарларын 2023 жылы 1-ші қыркүйектен бастап есепке тіркеуге қою керек. Тағы да сұрақ түскен екен, жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңы қашан күшіне енді? Яғни Қазақстан Республикасының заңы 2021 жылы 30 желтоқсанда шыққан, бірақ күшіне енген күні 2022 жылдың 2 наурызынан бастап күшіне енді. Басқа сұрақтар жоқ сияқты. Егер де сіздерде сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады, біз сіздерге сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Және де сондай-ақ келесі вебинарға дайындау үшін қандай тақырыпта вебинар дайындау бойынша, дайындау керектігі бойынша сіздер осы комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Рахмет сіздерге.